базасында жасалған. Ассалаумағалейкум, көз қарақты көрермен, құрметті менің оқырмандарым, көрермендер, барлықтарыңызға жалынды сәлем. Сіздермен бірге мен Айдос. Я білем, көптен бері шығарылым шықпай кетті. Видео қайда жоғалып кеттің деген сұрақтар көп болып кетті. Енді қол тимеді, шыны керек. Отға дайындық дегендей, 11 сынып дегендей, бүгін бізде сіздер көптен күткен жаңа шығарылым. Нөмір 111, нөмір 112-сі Маңғыстау Алматы Тұлпар-Тальго пойызы сіздердің алдарыңызда. Өзімді негізі пойыздың келу уақытына сәл кешіңкіреп келдім. Сол себепті пойызды вокзалдың набасынан күтіп алуға тура келді. Әр кешік кезін әйтпесе мен вокзалдың күтіп алатыным. Мінекей сіздердің алдарыңызда Тұлпар-Тальго пойызы. Бұл жайлы негізі шығарылым шыққан еді, бірақ ол кезде күн суық болды. Күн суықтау кезде түсірдім, дәлелдеп тұрдым дегендей. Бүгін күн жылы, көктем де келді. Бізде көктем ерте келеді отырысында, басқа қалаға қарағанда. Жалпы оңтүстікке көктем ерте келеді. Мінекей вагондарында қараңыздар, өте тап-таза. Пойыз жайлы ақпарат негізі айтқам. Енді сіздер көрсін деген ниетпен көктемнің әдемі ауасында айлы түнінде оның үстінде жаңа шығарылымға аяқ бастық. Лайк басып, комментарий жазып отырамыз. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін үлкен мотивация. Келесі шығарылымдардың тез шығуына да өз септіктеріңізді тигізесіздер. Мінекей вагондар жайлы негіздерге айтқам. Соны да айта кетейін. Бұл вагондар Қазақстанда жасалған. Жылдамдығы қарапайым пойыздарға қарағанда өте жылдам. Яғни пойыз түсініктілмен айтсақ скоростной пойыз. Басқа пойыздар орташа жылдамдықпен жүрсе, бұл ордан көбірек жүреді. Мінекей сыртына қараңыздар. Көктемнің алғашқы аптасы күн жылыды, кәдімгідей 8 наурызда кеп тұр міне. Енді наурызда сіздерге көптеп шығарылым ұсынуға тырысамын. Ақпан айында жоғалып кеттім, қол тимей кетті. Әнді түсірем деген кезде ақпан айының қып-қысқа ақпан айының қалай өткенін білмей қалдық қой. Пойыз жайлы негізі өткен шығарылымда айтқам, бірақ енді бұл жолы сіздерге көрсеткім келіп тұр. Жақыннан бұлай әдемілеп күн жылы кезде өзім ашық пікірімді айтып, жалпы не үшін жоғалып кеткенімді айтып дегендей. Бұйырса жол жүріп жатса, бұл пойызбен де қыдырамын деген ой бар. Алматыға барамын деген ой бар. Алматыға барып жатсам, осы пойызға да мініп ішін көрсетсем. Ресторан сіздерге көрсеттім ба, көрсетпедім ба? Негізі мен басқа пойызын көрсеттім, ресторан. Орал туралы шығарылымда мен ресторан көрсеткем сіздерге. Вокзалдың дәл ортасына келдік. Енді вокзалдың ғимараты, Түркістан вокзалының. Бізде көктем болып жатыр. Күндіз мүлдем андай не кимейміз, күртеше кимейміз. Күндіз жемпірмен жүре береміз. Жып-жылды ала, міне. 01-12-12 дейді. Экспо 2017. Экспо деген уже ескірді. Ішіне кірейін десем енді болмайды. Біріншіден билетсіз біз. Екіншіден тағы жүріп кетіп, масқара болып жүреміз, ішінде ағып кетіп. Негізі мен пойызды вокзалда күтіп аламын дегем, бірақ енді кешігіп қалдым сәл пойыздың. Сосын вокзалдың ана басынан күтіп алуға тура келді пойызды. Бізде атмосфера осы вокзалда. Енді бұған енді Маңғыстау Алматы, яғни Алматы фирмалық пойызы деген естіңіздер ғой, Маңғыстау Алматы пойызын Алматы фирмалық пойызы деп ауыстырды. Алматы фирмалық пойызына қарағанда бұған жолаушылар аз мінеді, өйткені бұл Тұлпар-Тальго, бұда қымбаттау. Сосын бұда жолаушы көп тасымайды бұда. Маңғыстау Алматыда, яғни 77-78 пойызда бір құрамда 20 вагон ғой. Құлсарының вагондарын қосқанда бұда жолаушы көп та, бұда жолаушы аздау.
мені. Әне дегенше вокзалдың мына басынан бірақ шықтық. Былай даусым әдемі естіліп тұр ма? Өткен шығарылып негізі бұған дейінгі түсіргендерім сәл енді өзіме ұнамады. Қолым дірілдеп тұрды дегендей. Қазір енді сіздерге ұнайды деген ойдамын. Қолдау, лайк басып кетсеңіздер жақсы болады негізі. Қолдаудың да не екенін ұмытып қалдық қой, ютубқа видео шығармағалы. Ютубтың да не екенін ұмытып қалдық, шыны керек. Енді осы айда ютубқа көп көңіл бөлемін енді барынша. Сабаққа да, ютубқа да, басқа нәрселерге де ортақ бір уақыт тауып сол кезде көңіл бөлуге тырысамын. Бірақ қазір мен үшін маңызды сабақ болып тұр, енді түсінесіздер. 11 сынып оқимын мен. Білмейтіндерге айтып жатқанымда енді, біледі ғой 11 оқитынды көрермендердің көбісі. 7-ші сыныпта бастаған мен осы пойызға қызығу деген нәрсені. Пойызға негізі сіздер егер де самолеттен қорқамын десеңіздер, осымен бассаңыздар болады. Ақтауға тез барады, басқа пойыздарға қарағанда. Жолсеріктері де өте жақсы. Енді осы пойыздағы бір жолсерікпен танысып едім. Бірақ қазір ол осы құрамда бар ма, жоқ па? Өткен шығарылымдардың бірінде. Осы пойыз туралы бір соңғы шығарылым жасағам. Қателеспесем, қаңтар айында шығарылымда мен бір жолсерікпен танысқам. Сол жолсерік бар ма екен? Мінекей құрамның басына барайық, соңына дейін. Сегіз минуттан кейін есік өзі жабылады дейді. Көңіл-күй әдемі болып тұр вокзалда. Күшті андай атмосфера. Қыздардың мейрамы жатыр. Бүгін 5-і жексенбі. Ертең 6-сы. 7-сі, 8-і 3 күндей қалыпты. Мінекей тепловоз. Бүгін бір жаңалықтарда жалпы көп жерде шулап жатыр. Бишкек-Самара пойызы. Білесіздер, мен оны түсіргем. Ол жайлы шығарылым болған. Сол пойызбен тепловоз соқтығысып, вагондарға жақын келіпті. Тепловозға жақын келген. Тепловоз Т-33А-ға жақын келген. Және де сол жақтың тепловозға атып тұрмын ше. Тепловоздардың атын ұмытайын деп мен, темір жолға бармайын. Ассалаумалейкум. Құрамның обедінен де бір түсірілім алып қойып. Мінекей, біздің әдемі тепловозымыз. Апат жайлы естіп кішкене көңіл-күй түсіп кетті негізі. Бишкек-Самара пойызы, оның ішінде қырғызстандық пойызға жақын келген дейді. Енді оның шығыны әрине Қазақстан темір жолы өтейді. Ал жалпы пойыз жайлы айтатын болсақ, пойыз жайлы айтатын нәрселер өте көп. Пойыз өте керемет, өте ыңғайлы. Тұлпар-тальго пойыздары коммерциялық пойыз болғандықтан, оларда ешқандай мін жоқ деп айтуға болады. Өте керемет. Бірақ енді бір мін бар да, бұларда іші тарлау да. Анда екі адам кездесіп қалады ғой алдынан. Сол кезде сәл ыңғайсыздау жағдайлар болып қалады да, қысылып қаласың. Сол жағы кемшілік деп ойлаймын, бірақ былайша жылдамдығы жағы керемет бұл пойыздардың. Өзім жақсы көремін осы пойыздарды да. Ішіне әшейін бір кірген болмаса, былай опытпен саяхаттамағанмын. Бұйырса саяхаттап қаламыз. Алла бұйыртса. Басқа айтатыным жоқ, осы пойызға билет алсаңыздар болады. Егер осы пойызды
осы пойыз жайлы білгілеріңіз келіп, осы пойызға билет алсам қалай болады деп деген оймен осы видеоны көріп отырсаңыздар, сіздерге айтарым, ала беріңіздер, ешқандай бір қорқатын ештеңе жоқ. Вагонда тап-таза, жолаушылар да өте жақсы, өте қарапайым, ақкөңіл кісілер. Жолсеріктер деген ой, жолсеріктер өте ақкөңіл, қарапайым, сондай жолаушыларды түсінетін. Міне жатын орындар 18. Ішіне енді кіре алмаймын, енді ыңғайсыз. Оның ішіне менде билет жоқ, және де ішінде қалып кетсем мен шыға алмаймын. Ішінде қалып кетіп пойыз жүріп кетсе мүлде масқара болады. Арыс станциясынан бірақ шығам, болмаса Шымкенттен бірақ шығайын деп тұрмын ғой. Сол себепті тыныштық керек, ішіне кірмей сыртынан сіздерге айтып беруге тура келіп тұр. Енді ренжімеңіздер, ішіне кіре алмадым енді бұл жолы. Мен бұған дейінгі шығарылымдарда кіріп көрсеткен, бұның ішіне көрсеттім сіздерге, қателеспесем. Бізде енді тұлпар тальго пойыздары, негізі тұлпар тальгоның құрамдары бізде әдетте бірінші жылға емес, екінші жылға келетін тұғын. Бірақ бұл құрам бірінші жылға келіпті бүгін. Тұлпар тальголарды негізі әрқашан мен екінші жолда көрем әйтеуір. Түркістанда тұрамын әйтеуір, мектебімде жақын осы жерге, үйімде жақын, сосын тұлпар тальголарды әрқашан осы екінші жолдан көремін әйтеуір өткен сайын. Бірақ енді соңғы кездері бірінші жолға тоқтап жүр. Енді ол жағын мен түсінбедім, енді мүмкін екінші жол болса емес болғандықтан шығар. Бірақ енді бір анау айтқандай себеп жоқ. Билет бағасын егер де білгіңіз келіп жатса, мен түсіндірмеге қалдырып қоям, яғни описание, қазақ тілінде айтайын. Түсіндірмеге қалдырып қоям. Сосын келесі шығарылым қандай шығарылым жасаймыз, соны сіздерден сұрайын деп жатырмын. Комментке, пікір жазатын бөлімге өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Мен сіздердің айтқандарыңызды түсіріп беруге дайынмын. Егер ол пойыз Түркістанда жүретін болса да, басқа қаладан жүрсем, мүмкін бір күні бір әйтеуір күн түседі, сол кезде түсіріп қалармын. Ең басты сіздердің пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Не мынау? Студенттер, құрметті жолаушылар, номері 112 Маңғыстау Алматы жүрек пойызы тальго бірінші жолдан жүріп өтер алдында сақ болыңыздар. Внимание, будьте осторожны. С первой пассажирской платформы отправляется скорый поезд номер 112. Сообщение Маңғыстау Алматы, будьте осторожны. Қазір жүреді дейді, жүргенін түсірем. Ішінде кіре алмадым, енді бұйырса кіреміз. Жолсеріктерді айқайлап жатыр, кіреміз деп кіріп жатыр уже. Ал есіктер жабылды. Есіктерін жабылған кісі осылар ше, қысық ете қалады міне. Кіші дауыстар. Жатын орындар 18. Біздің мақтанышымыз тальго ғой. Осы тальго, осы бағыттағы тальгоға да кішкене фирмалық ат берсе, ана Маңғыстау Алматыға да фирмалық ат берді 77-78-ге. Бұған да бір фирмалық ат беріп көрсе, әдем кететін еді да негізі. Мынандай ғой бұл жерде, міне тальголардың барлығында осындай не бар. Міне не жерде екі батырма, есікті ашатын. Одан кейін жерде кішігірім экран көрсеткен. Ол жерде станцияның нелері көрсетілген. Мына 09 деген 09 ТЗХ деп қояды. 09 деген нөмірі вагонның, оның үстінде тұрған станция көріне мәстерге. Негізі дистанциядан жақында қоймайды берге. Міне 09 деген үстінде станциялар, яғни осы пойыздың тоқтайтын станциялары, оның үстінде осы пойыздың нөмірі көрсетілген. Пойыздың дәл қазіргі нөмірі 112. Өйткені ол Маңғыстаудан Алматыға барды, ал Алматыдан Маңғыстауға 111 деген нөмірмен қатынайды. Қазір пойыз жүреді. Ал қазір сәлден кейін пойыз жүреді. Осы көрермендерге айтарым, теміржол аумағында қауіпсіздікке аса мән беріңіздер.
Жалпы ең бірінші орынға қауіпсіздікті ойыңыздар. Үлкен темір жол қауіпті аймақ. Абай болыңыздар. Қазір сәлден кейін құрам жүреді. Келесі станция Арыс 2. Екінші жолға шыққан себебім сәл енді жарығырақ, кішкене кадрды алғанға ыңғайлау болды да. Шығарылымды қолдап кетейік. Келесі шығарылым бұйырса бір-екі күнде шығып қалады. Сіздер енді бұл шығарылымды қай күні көретіндеріңізді білмеймін енді. Қолдан келгенше ютубқа шығаруға тырысамын. Келесі шығарылым енді тез шығаруға тырысамын. Осы айда енді ютубқа да көңіл бөлем. Мен ақпан айында мүлдем шығарылым шығармаппын. Ұят болды, негізі адамдар сұрап жатыр. Қайда кеттің, неғып жоғалып кеттің деп. Дұрыс менде барлығы. Қолдап іздеп жатқандарға рахмет. Айтады да маған көп сөйлейсің деп жатыр. Енді барынша бір өзімнің ойымды айтып жатырмын ғой енді. Барынша көп сөйлеп кетесің дейді да, біреулер айтады да. Дикцияң төмен дейді. Дикцияда уақытпен келеді. Енді мен өйтіп сөйлеп видео түсіріп үйренбеген адаммын да. Осы енді үйреніп кеттім. Құдайға шүкір. Ал осы пойызда барша жолсеріктерге, жолаушыларға және машинисттерге барлықтардан жалынды сәлем, жолдарыңыз болсын. Және барша әйелдер қауымын мейрамдарымен құттықтаймын. Ал жолдарыңыз болсын. Барша жолаушылар, жолсеріктер. Сіздермен бірге болған мен Айдос, сол баяғы Украинский жет арнасы. Барлықтарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, яғни пікір қалдырып, өз ойларыңызды айта кетіңіздер. Сіздермен бірге мен. Сіздер үшін мен әрқашанда жаңа шығарылымдар түсіруге дайынмын. Ал жол болсын. Маңғыстауға, Алматыға бәріне жалынды сәлем. Осы көрінісін атам ше. Бір керек жетті да.